Аудит пәні бойынша дәріс тақырыбы құжаттамалар және аудитор жұмысының сапасын бақылау. Бүгінгі дәріс сабағының мақсаты аудиттік құжаттау және аудиторлық қызметтің сапасын бақылауға тоқталу болып табылады. Бүгінгі дәріс сабағында келесі сұрақтарды қарастырамыз. Аудиттік құжаттау, жұмыс құжаттарына қойылатын талаптар, толтырылуы мен қолданылуы, аудиторлық қызметтің сапасын бақылау. Номері 230-шы құжаттау деп аталатын халықаралық аудит стандартында аудиторлық растаушы қорытынды дәлелдеулерді, сондай-ақ халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізілген растайтын дәлелдеулер беру кезінде зор маңызы бар мәліметтерді құжаттар мен рәсімдеуге тиісті деп жазылған. Жұмыс құжаттарының жалпы мақсаты аудитордың аудитті нормативтік құқықтық актілерге және көпшілік қабылданған стандарттарға сәйкес жүргізілгендігіне сенімді болуы. Жұмыс құжаттарының маңызы келесілер: олар аудитті жүргізеді және жоспарлау кезеңінде көмектеседі. Олар аудиторлық жұмысқа шолу жасауға және аудитке бақылауды ұйымдастыруға жағдай туғызады. Оларда аудиторлық қорытынды растаушы процедуралардың орындалуы нәтижесінде алынған аудиторлық дәлелдеулер бар. Жұмыс құжаттарын стандарттаудың бірқатар артықшылықтары бар. Жұмыс құжаттарын дайындау және оған шолу жасаудың тиімділігін арттырады. Жұмыстарға шолу жасауды жеңілдетеді. Сапалы бақылауға қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Жұмыс құжаттарының нысаны мен мазмұнына төмендегі факторлар әсер етеді. Көрсетілген қызметтің сипаты, аудиторлық қорытындыдағы есептің нысаны, ішкі бақылау жүйесінің жағдайы, аудитті орындау процесінде қолданылатын әдістеме. Жұмыс құжаттарына төмендегілер кіреді: кәсіпорынның ұйымдық құқықтық нысаны және ұйымдық құрылымы туралы ақпараттар, заңдық құжаттардан, келісімдерден үзінді және олардан көшірме, тексерілетін кәсіпорынның аудитін жоспарлау процесінің негіздемесі, аудиторлық тексеруді өткізу бағдарламасы, орындалған аудиторлық процедуралардың өткізілу уақыты мен көлемі. Жұмыс құжаттары төмендегі ақпараттарды растауға тиісті болып табылады. Бухгалтерлік жазулар қаржылық немесе басқа да қорытынды есеп берулерге сәйкес орындалған. Жұмыс бірдей жоспарланған және бірдей бағдарланған. Аудитті жоспарлау мақсаты үшін ішкі бақылау жүйесін түсінуге қол жеткізілген. Дәлелдемелер алынған, аудиторлық процедуралар жүзеге асырылған және тексерулер пікірінің дұрыс білдірілгендігін растау үшін жеткілікті дәлелдемелер алатындай етіп жүргізіледі. Жұмыс құжаттарында төмендегілер болуға тиісті: аты, толтырылған мерзімі және оларды дайындаған қызметкерлердің фамилиясы, пайдаланылған символдардың суреттемесі, ұқыпты және мұқият дайындалуы. Әрбір құжаттардың бас жағында төмендегідей ақпараттар болуға тиісті: клиенттің аты және папкасының номері, кезеңнің басы және аяғы, жұмыс құжаттарының мазмұны, жұмыс құжаттарының ағымдағы және негізгі папкаға жататын, жатпайтындығы. Жұмыс құжаттары келесі картотекалардан тұрады: тұрақты құжаттардың картотекалары және ағымдағы құжаттардың картотекалары.
Сапалы аудиторлық қызметті бақылау бірнеше аспектілерде іске асырылады. Негізгі аудитордың өзінің көмекшілерінің жұмысын бақылауы, сыртқы бақылау, аудиторлық фирманың аудиторлар жұмысын бақылауы.